Кибер бұл цифрлық технологиялар мен виртуалды әлемнің күрделі үйлесімі. Ол адамзат өмірін өзгертті. Интернеттің күшімен шексіз ақпаратқа қол жеткізу, жаңа қарым-қатынас тәсілдері және инновациялық шешімдер пайда болды. Бірақ бұл әлемнің екінші беті бар. Киберқауіптер. Киберқауіптер бұл киберкеңістіктегі зиянды әрекеттер. Соның ішінде ақпарат ұрлығы, кибербуллинг, зиянды контент және де хакерлік шабуылдар. Ақпарат ұрлығы жеке деректердің желі арқылы заңсыз алынуы, ал кибербуллинг виртуалды ортада адамдарға моральдық және психологиялық қысым жасау. Зиянды контент, агрессия, құмар ойындар, нашақорлық немесе басқа да қауіпті мінез-құлыққа үгіттейтін материалдар. Хакерлік шабуылдар жеке немесе мемлекеттік желілерді бұзу әрекеттері. Зиянды контенттің құрбандары жетерлік. Есірткі қоғамды іштен бүлдіретін у. Бұл Шерханның торға түскен тағдыры. Тек өткен жылдың өзінде құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтер елімізде 3000-ға жуық есірткіге қатысты қылмыстарды әшкереледі. Оның ішінде әр екінші іс есірткі саудасымен байланысты. Оның 60% есірткіні сатумен байланысты болса, 4 ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталған еді. 70 жасырын есірткі зертханасы жойылды. Жалпы 16 тонна есірткі, оның ішінде 5,7 тонна марихуана, 1 тоннаға жақын гашиш, 102 килограмм героин және 582 килограмм синтетика тәркіленді. Ұйымдасқан қылмыстық топтар, жойылған құпия зертханалар, тәркіленген есірткі тоннасы бұл сан мыңдаған тағдырдың есірткіге шырмалып, өмірін құрдымға жібермеу жолындағы күрестің көрінісі. Заманауи технологияларды пайдаланып, интернет арқылы есірткі саудасының алдын алу басты мақсаттардың бірі. Кибернадзор жүйесі есірткі сайттарын автоматты түрде бұғаттауға, ұйымдастырушыларды тауып, оларға тосқауыл қоюға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда цифрлық технологияның дамыған кезеңі. Осыған сәйкес есірткі саудасы да жаңа бір кезеңге өткендей. Қазіргі таңда тұтынушы мен сатушы бір-бірімен кездесіп керек емес. Онлайн телеграм бот арқылы координаторды жіберіп саудаласа береді. 2023 және 2025 жылдар аралығындағы есірткі саудасын тәркілейді деп жасанды интеллектке министрлік сеніп отыр. 2016 жылы Қазақстан қоғамын дүрліктірген интернет кеңістігінде қауіпті құбылыс пайда болды. Көк-кит деп аталатын онлайн ойын жасөспірімдерді өте қорқынышты тапсырмаларды орындап және де ақыр соңында өз-өздеріне қол жұмсауға итермеледі. Суицидке итермелейтін көк-кит ойынның алғашқы құрбандары өткен жылы тіркелген. Батыс Қазақстан облысында 2 оқушы асылып қалыпты. Бұл туралы облыстық прокуратура өкілдері мәлімдеді. Биыл тағы 2 бала осы ойынның құрбаны бола жаздаған. Прокурорлар алдын алу жұмыстары кезінде ВКонтакте желісінің өзінде 12 топтың жастарды өлімге шақыратынын анықтаған. Дені ресейлік сайттар. Олардың ішінде әйгілі көк-кит те бар. Шығат уәде беріп тек сен досым сен қиын кезде кетпеш. Сенің қолдауын маған қажет көмектес. Сүйіктім ешкімге сенбеш. Жанымды өзіңмен емдеш. Кім біледі, ішімдегін кім біледі. Қап-қараңғы суық бөлме. Жүрмін жарық іздеп. Түнде шалдыққан түтінге шешім бермеді маған мүлде. Бәрі өткірді. Көздеріме қара. Оның толы түндеге қап-қара. Бек шаршадым өз-өзімді құтқара. Бек шаршадым өз-өзімді құтқара. Жасөспірімдік кезеңде олардың өмірлерінде авторитетті тұлға рөлі ата-анадан құрдастарына ауады.
Бұл дегеніміз, жасөспірім өзінің қандай да бір толғаныстар мен сұрақтарына жауапты ең бірінші өз қатарластарының арасынан іздейді. Және ол жауапты көп жағдайда дұрыс деп санайды. Ата-анасының пікіріне қарағанда достарының пікірін дұрыс деп санайды. Әртүрлі танымал желілік ойындар ойнайды. Қазақстанда көкит ойынының таралуын тоқтату және осындай қауіпті ойындардың алдын алу мақсатында бірқатар шаралар қабылданды. Қазақстандық құқық қорғау органдары әлеуметтік желілерді бақылауға алып, көкит ойынына қатысы бар қауіпті топтар мен аккаунттарды жаппай бұғаттады. ВКонтакте, Инстаграм және ТикТок сияқты платформаларда мониторинг күшейтілді. Кураторлар жасөспірімдерді эмоционалды тұрғыдан байлауы мүмкін. Эмпатия білдіру арқылы іш бауырына кіріп, ортақ сезімдерді тудыратын оқиғалармен бөлісу арқылы жасөспірімнің сеніміне әбден кіреді. Нәтижесінде жасөспірім санасында мені бұл өмірде түсінетін бір-ақ адам бар деген ой туындауы мүмкін. Көкит ойынынан кейін өзінің біршама баламалас ойындары пайда болды. Мысалы айтқанда Тихий дом, Момо, Қызыл дельфин және Қызыл үкі сынды ойындар бәрібірде жасөспірімдердің саналарын әлі де улап әлек. Осы оқиғадағы балаусақ қыздың нәтижесінде болған оқиғаға жеткізбес үшін әрбір ата-ана өзінің баласына жауапкершілікті алуы қажет. Және де біз киберқауіпсіздікті қамтамасыз етуіміз қажет. Киберкеңістікте зиянды контенттің таралуы қазіргі заманның ең өзекті мәселелерінің бірі. Балалар мен жасөспірімдерге ерекше қауіп төнеді. Бұл олардың психикасына теріс әсер етеді. Жалған ақпаратқа сеніп тәуелділікке ұрынуына немесе өзін-өзі құртуға апарады. Статистикаға жүгінетін болсақ, әлем бойынша интернет қолданушылардың 40% кибербуллингтің құрбаны болған. Балалардың 60% әлеуметтік желіде өздеріне зиян келтіретін контентке тап болған. Қазақстанда соңғы жылы интернетке байланысты суицидтің 18%-ға өскені тіркелген. 18 жасқа дейінгі интернет қолданушылардың 30% құмар ойындарға тәуелділікке ұшырау қаупінде. Лудоманияның қоғамға тигізетін әсері кең ауқымды, себебі ол жеке адамдардың немесе жеке адамдардың отбасыларына ғана емес, тұтас қоғамға және экономикаға әсер етеді. Интернеттегі лудомания жастар арасында бірнеше факторлар арқылы таралады. Жеңіл қолжетімділік, онлайн казино, букмекерлік кеңселер мен мобильді ойындар жастар үшін кез келген уақытта қолжетімді. Құмар ойындарға қатысу үшін арнайы орындарға бару қажеттілігі жоқ. Тек интернетке қосылу жеткілікті. Жарнама мен тартымды ұсыныстар. Әлеуметтік желілерде құмар ойындардың жарнамасы агрессивті түрде жүргізіледі. Жеңіл ақша, тегін бонустар. Немесе алғашқы ставканы қайтару сияқты ұсыныстар жастарды қызықтырады. Бастапқы қарызым 15 миллион теңге болды. Мен банктерден, микроқаржы ұйымдарынан несие алдым. Таныстарымнан қарыз сұрадым, бәрін қайтарамын деп уәде бердім. Бірақ шын мәнінде бұл тәуелділік емделуі қиын, ауру екенін түсіндім. Лудоманияға шалдыққан жастардың көбі ақшаны тез және оңай табуға болады деп ойлайды. Онлайн ойындар жасанды түрде жеңіс мүмкіндігін арттырғандай көрініп, тәуелділікті күшейтеді. Психологиялық тұрғыда аталмыш жерге адамдардың жиналуы ортақ эмоциялар, орыс тілінде айтқанда разрядка эмоций береді. Бұл ересектерге перезагрузка әсерін береді. Яғни қаншама уақыт бойы жинаған жағымсыз эмоцияларды қысымда физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да сыртқа шығару. Нәтижесінде сол ортақ қызығушылықтарына қарай біріккен адамдар ортасында энергия алмасу болады, эмоциональный разрядка болады. Ол жерде адам мен керекпін, мен қажетпін, мен ең кереметпін деген сезімдер алады. Жастар жиі эмоциялық күйзелістер немесе күнделікті мәселелерден қашуды құмар ойындар арқылы жеңуге тырысады. Ұтыс немесе ұтылыс кезінде допамин деңгейін көтеріліп, бұл тәуелділік тудырады. Жастардың көпшілігі қаржылық тәуекелдер мен қарыздардың салдарын толық түсінбейді. Олар алғашқы ұтылыстан кейін ақшаны қайтарып алуға тырысып, үлкен сомалардан айырылып жатады.
достар арасындағы бәсекелестік, трендтер немесе бәрі ойнап жүр деген ұғымда жастарды осы жолға итермелейді. Ойын механикасы. Құмар ойындардың алгоритмдері ойыншыларды қайталап ойнауға ынталандырады. Жақын қалдың, тағы бір рет көр деген тәсілдер психологиялық манипуляция болып табылады. Алғаш рет онлайн казино сайтына жай ғана қалай жұмыс істейтінін көру үшін кірдім. Шағын ақша қойып жеңіп шықтым. Бәрі сәтті болатындай сезілді, әрдайым солай болатындай көрінді. Жеңістің жеңіл дәмі ішкі құмарлықты оятты, оны сипаттау қиын. Бұл мені кедейліктен құтқаратын мүмкіндік деп ойладым. Бірақ келесі жолы көбірек ойнай бастадым. Жоғалтқанымды қайтаруға және аздап ұтуға тырыстым. Бұл шеңбердің соңы болмады. Азғантай ақша ұтып қуандым, сосын бәрін тіпті одан да көп соманы жоғалттым. Қазақстанда интернет құмар ойындары заңмен қатаң бақыланады. Заңсыз букмекерлік кеңселерді, онлайн ойындарды ұйымдастырғандарды әкімшілік жаза немесе жауапкершілік жаза қарастырылған. Заң өкілдері заңсыз ойындарды, заңсыз сайттарды бұғаттап, адамдарды сақ болуға шақырады. Лудомания, суицид, көккет сияқты ойындармен есірткі тарататын закладчиктер бұлар тек көрінген үстірт айсбергтің ұшы ғана. Бұл мәселелердің артында әлде қайда ауқымды, қоғамның негізін шайқалтып жатқан құбылыстар жатыр. Зиянды контентке жататын басқа да мәселелер бар. Кибербуллинг, экстремизм мен радикализмді насихаттау, фейк ақпараттар, порнография және эротикалық контент, есірткі насихаты, графикалық зорлық зомбылық, нәсілшілдік және дискриминация, хаккерлік және алаяқтық, тыйым салынған қаруды насихаттау. Зиянды контенттің интернетте кең таралуы қазіргі қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі. Ол тек жеке адамның психологиялық денсаулығына ғана емес, бүкіл қоғамның тұрақтылығына кері әсерін тигізуде. Мұндай ақпараттың әсерінен адамдардың санасы уланса, құндылықтар жүйесі бұзылып, әлеуметтік байланыстар әлсірейді. Осы қауіптен сақтану әр адамның саналы таңдауы мен қоғамның жауапкершілігіне тікелей байланысты. Балаларға арналған қорғаныс жүйелері қосу, зиянды сайттарды бұғаттау және интернеттегі ақпаратқа сын көзбен қарау қауіптің алдын алудың маңызды қадамдары. Интернет шексіз мүмкіндік әлемі болғанымен, оның көлеңкелі тұстарынан қорғану бүгінгі күннің басты талабы. Зерттеу жұмысы барысында сауалнама жүргізген едік. Сауалнамамыздан 86 адам өтті және де сауалнама нәтижесімен таныс болайық. Жалпы айтқанда респонденттердің 37% зиянды контентпен жиі кездесетінін, тіпті өте жиі кездесетінін белгілеп кеткен. Ал қалған 29% зиянды контентпен кездеспегенін айтты. Және де осы пайыздардың ішінде 52% зиянды контентпен кездескен жағдайда оны полиция қызметкерлеріне айтамын десе, қалған 19% еш әрекет жасамаймын деп берген екен. Және де зиянды контенттің қоғамға зияндылығын 26% адам растаса, қалған 25% бұл психологиялық соққа келеді деп белгілеген. Ақпараттың негізгі көзін интернет желісінен аламыз деп 22% адам белгілесе, қалған пайызы басқа да ресурстардан аламыз деген екен. Бұл сауалнаманың нәтижесі шынымен де зиянды контенттен қорғану керектігін және осыған байланысты заң қабылдау, басқа да әрекеттер керек екенін анық көрсетеді. Қазақстанда цифрлық кеңістіктің жылдам дамуы киберқауіпсіздіктің өзекті мәселеге айналуына себепші болды. Кибербуллинг пен зиянды контентке қарсы заңдар қабылданып, киберқалқан Қазақстан бағдарламасы іске қосылса да, мәселе толық шешілмей отыр. Әлеуметтік желіде қауіпті челлендждер мен зиянды сайттарға қол жеткізу деңгейі әлі де жоғары. Әлеуметтік желі әлемінде зиянды контент жастар арасында күн сайын артуда. Бұл мәселені шешу үшін ең алдымен біз құқықтық механизмдерді жетілдіруді ұсынамыз. Интернеттегі зиянды ақпараттарды бақылау үшін қатаң заң нормаларын қабылдап, платформаларға арнайы жауапкершілікті жүктеу қажет. Бұл тек қана мемлекеттің емес, барша қоғамның міндеті. Бұдан бөлек, ақпараттық сауаттылықты арттырудың маңыздылығына тоқталдық. Жастарға зиянды контенттің зардаптарын түсіндіріп, оларға ақпаратты сүзгіден өткізіп қабылдауға үйрету керек.
Мектептер мен жоғарғы оқу орындарында арнайы курстар енгізіп, ата-аналарды да бұл мәселеге тарту маңызды. Сондай-ақ қоғамдық қолдау механизмдерін құру жайлы да ұсыныс тасталды. Жастарды қолдау және де оларға мотивация беру жайында психологиялық орталықтардың да ашылуы тиіс екені анық. Одан бөлек жастардың бағытын зиянсыз әрі тиімді контентке бұру біздің басты міндетіміз. Жастардың болашағы біздің ортақ міндетіміз. Жұлдыздама бір-біріме түсінеді, көк жүзіне қарамайды еленді. Сен аспанды көре алмай қалдың деп, асфальттардан аршып алғым келеді, асфальттардан аршып алғым келеді.